Ой, пұрмай рухымның оянып кеткен аян жерде мен жиналысым өзі жайына қалып. Біздің балалар ұялы телефонда, кішкентай балалар бұдан көп комбинация істеп тастайды. Айда. Бестер ма, сен бестер ма? Жана ғана салған сағызымыз біздің. 1, 2, 3. Мынау жанағы көз алдарыңызда жасаған мобил орқа көмектесшірейін. Не деген, мынау әлгі сарқылмас энергия ғой, е? Басыға телефон бірдеңелері. Міндетті түрде. Қуана. Бәрекелді, ассалаумалейкум дерме. Қалай дух береді, қалай рухты көтереді, ассалаумалейкум дер. Ой, қалай жаңа келдіңіз. Алмасбек аға, мынау біздің Қош қаласында, өз Қазақстанда теңдесі жоқ деп өзімізше мақтанып қоямыз. Қорымызда 1600-ден астам қазақтың ұлттық музыкалық аспаптар сақталған. Тек қазақтың емес, бауырлас, туыстас, түркітілдес мемлекеттердің аспаптары кеңінен кездеседі бізде. Былтыр август айынан, тамыз айынан бастап ақырындап қол алғанбыз. Ашылу салтанаты бар, ары қарай ақырын басында мұражай болып, одан этногруппа болып. Өйткені бізде жігіттер тек қана музыканттар емес, шеберлер, аспаптарды өзіміз жасаймыз. Бізге дейінгі қазақтың жоғын жоқтап кеткен, қазақтың өнерін, мәдениетін, руханиятын зерттеп кеткен барлық ғалым, ұлы аға тұлғаларымыздың еңбектерін қопарып, сол жердегі көп дүниелерді қайтадан жаңғыртып деген сияқты жұмыстарды ақырындап қолға алып келе жатырмыз. Көптеген қонақтарымыз өздеріңіз сияқты іздеп келіп жатады. Біз өте қуанамыз. Осындай қазақтың рухани, мәдени дүниесін жоқтайтын, іздейтін адам бар екенін көрген кезде бір туысымызды көргендей жадыраймыз. Қош келдіңіздер. Рахмет. Қуаныштымыз, ал төрлетейік. Ақырындап жайғасыңыздар. Ой, саламат па. Келіңіздер. Жайғасып, жақынырақ отырыңыздар. Азамат Бақия деген бауырымыз, енді білесіз, Азаматтың қасында жұбайы, Айжан, бұл екеуі де Қазақ ұлттық консерваториясының түлектері. Осы негізгі осы қордың иесі осы Азамат, үлкен еңбектің авторы осы Азамат. Қазір шәкірттерін тәрбиелеп, қасында бірге келе жатыр. Міне шәкіртінің бірі осы Астананың Қош қаласының іргесіндегі Тайтөбе ауылының тумасы, төл шәкірті деп айтуға болады. Одан кейін Нұриден деген жігіт, қалалық біздің әкімшіліктің қолдауыменен Тайтөбе ауылында бір апта болған жоқ. Мәдениет үйінің есігі ашылған болатын. Сол мәдениет үйінің директоры, мықты күйші, консерваторияның түлегі. Одан кейін Дәулет деген қобызшы жігіт. Бұл да мықты музыкант. Біздің Бағдар қайда? Келе ма? Осы составда. Жақсы, осы азаматтар енді бүгін барлық әңгімені бастап ақырындап түсіндіріп деген секілді сіздерге барлығын айтатын болады. Ал, Азамат. Біз әр келген қонаққа әр қалай өнер көрсетеміз. Сіздерге бүгін бір тыныштық ұялататындай әдемі әуендер ойнай отыра арнайы программа дайындап қойдық. Аспаптарды түсінікті қылып, сол аспаптарды атағаннан кейін ойнап беруге тырысамыз. Содан кейін бір аспап жасап көрсетеміз сіздерге. Аспап жасау 40-50 секунд уақыттан алады. Ең соңында сұрақ қоям, менің лекциям бойынша өте қызықты. Кім жауап береді, аспапты сыйға берем. Келістік қой. Ал бастаймыз, ақырындап бастайық. Сіздерге демалыс болсын, қазіргінің тілімен терапия, этнотерапия болсын. Мына қолымдағы аспаптың аты саз-сырнай. Мына саз-сырнай дегеніміз жерде жатқан кәдімгі глина саздан жасалады. Біздің жеріміз осы сазға өте бай. Әлем бойынша бұл сазды өндіретін, және мен осы күнге дейін Қырғызстан мен Ресейден алып келдім сазды. Мен білмеппін біздің жағамызда да осындай саздар бар екенін. Тек өндіретін жерлер жоқ, өндіріс тек үлкен көлемде ғана өндіріледі, ал таза мына скульпторларға арналған дүниесі білмеген екем. Ұлытау жері өте бай. Саз-сырнай аспабының қазақтың даласында уілдек, тастауық, саз-сырнай, үскірік, шыңырау, құс-сайрау, қос-саз, қос-уілдек, үш-белек деген түрлері бірақ дамыған. Әлем бойынша бұл аспапты акарина деп айтады, және акарина бірақ қана пішінде. Біздің даламызда бұның 11 түрі бар. Жеріміздің кеңдігіне байланысты шүкір. Енді біздің жерімізде осы аспапты көрген ғалымдар, этнограф ғалымдар алыстан ыңылдап ән айтқан баланың дауысына ұқсайтын ерекше аспап деп сипат берген екен. Қазір сіздерге терапия болса, онда әдемі Балапанғаз деген әннен бір қайрайық тыңдап демалып отырыңыздар, дауысын естіп.
ой бәрекелді. Мінекей саз сырнай аспабы, бағанағы атап өткен уілдек деген түрлері ол әртүрлі пішінде сатылады. Мысалға уілдек аспабы, және сіздер бірінші рет аспапты тыңдап тұрған болсаңыздар, егер тірідей жан дауысын, ол сіздерге жағып жатса, яғни ол біздің ата бабамыз тыңдаған үн болып есептеледі. Қазір мен сіздерге скрипканы немесе басқа аспапты шиқылдатсам, бәлкім біреуіңізге жағады, біреуіңізге жақпайды. Ал бұл аспаптар біздің ата бабамыздың қанымен берілген ұлттық генетикада бар дүние. Мына аспапты бірінші естіп тұрсыздар деп ойлаймын. Дегенмен бір әнді қайырып берейін, жүректеріңізге жақын болады деген ойдамын. Қоңыр үн, уілдек аспабы. Әлем бұл аспапты акарина деп ат қойып, мінекей екі жақ қапталда акарина аспаптары және ортасында 600 састырнай әр елдің састырнайы. Мұның барлығы састырнай қазақтық емес, бір елде чопа-чор, чуор, цуор, түйдук деп аталады. Әр елдің бір-бір састырнайынан. Біздің Шеберханда салған састырнайдың саны ол 25 мыңнан асып кеткен. Біз одан кейін санамай қойдық састырнайды. Бұл сол әр елдің салмақты састырнайлары. Сол аспаптарды әлем 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басында екеуін біріктіріп қосса, бірдей екі дауысты алуға болады деп таңғалатын жаңалық жасаған кезде Ақсүре Сейдімбек атамыз Крутс деген ғалымның еңбегін көрсетеді. Бұл қазақтың даласында 13 ғасырда болған. Екі дауысты меңгеру деген ол гармония. Гармония дегеніміз 13 ғасырда меңгерген ел, ол үлкен өркениетті ел, екінің бірі жасаған жоқ. Әлем 20 ғасырдың басында ғана соны жаңалық қылған кезде сол аспапты сіздерге ойнап берейік. Жалғыз ақ нұсқада қазір ерденің күйін ықыластың қыл қобыздікіндей ұқсатып ойнап берем, қабыл алыңыздар. Бір дегенде бірнеше дыбыс шығады. Бірден жаңа кетсе, бірнеше, бір дегенде бірнеше дыбысқа ие болатын заңдылықты меңгерген ол үлкен өркениет. Бүгін сіздерге сол намысын қорғап тұрып жүрген еліміздің осындай өркениетті болған жағын мәдениет саласынан көрсетуге тырысып береміз. Сондықтан сіздер келді дегенде біз үш ағайындымыз, шебер ауыл, біздің ауылды білесіз. Біздің Жезқазған жақта ол ағаларым Шеберханада отырады, ағам мен інім. Бірақ бүгін өмірі шықпайтын қонақтар ешқайсынан шықпайды. Небір әртіс келді ғой осы жерге. Ешқайсынан шыққан жоқ, сіз келеді дегенде келіп отыр. Рахмет. Өйткені Шеберханада бірыңғай аспаптар жасайды. Енді ол кісілердің жасаған аспаптарын көрсетейін сізге. Сазсырнайдың үшбелек деген түрін Болат Сарбаев деген ғалым, анасында көрінбей қалады екен нелерге жылдардан. Болат Сарбаев деген ғалым зерттейді. Зерттеу барысында айтады, ертеректе есік алдындағы балалар саз балшықтан құстың, тасбақаның, түйенің пішінінде, мысалы Шоқан Уәлихановтың еңбегінде білесіздер, жаңағы түйе жасайтын өзінің досы бар мысық деген секілді. Сол жерде қазақтың даласында осындай аспап болған, аты үшбелек дейді. Үшбелек есік алдында балалар бір-біріне дыбыстық белгі беретін болған. Қазіргі таңда ол моториканың көкесі негізінде. Жаңағыдай даланың академиясы болып тұр ғой. Соны бір жүйеге келтіріп қойған болатынбыз. Қараңыздар, сазсырнай аспабын кез келген адам 5-7 минутта үйреніп алады. Мынау тұрған 4 нүктесі, мынау сазсырнайдың 4 ойығы, қара болса жабық, ақ болса ашық. Мына бір белгіні көрсеңіздер, демалады деген сөз. Қараңыздар, 1 деген жерінде барлығы жабық, 2 деген жерін қараңыздар, ашық, 3, 4, 5-ті қараңыздар, 2 ашық, 6, 3 ашық. Біздің балалар ұялы телефонда, кішкентай балалар, бұдан көп комбинация істеп тастайды. Оның ішінде оның зияны бар өз алдына. Біріншіден уақытын құртып жатыр, екіншіден көзін құртып жатыр. Одан кейін вообще бүкіл болмысында әсер ететін көп ақпарат жатыр ана жерде. Сондықтан мынау сағаттың тілімен 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп келу өте оңай нәрсе. Мына жерге үрлеу кез келген ысқырғыш сияқты десе болды, дауыс шығады. Енді сан тұр. 1, 2, 3, 4. Мына белгі бағана айттым, демаламыз. 3, 2, 1. Ойнап көреміз. Яғни мен мына картинаны қайталап шықтым жай ғана. Бұл Елімай деген ән. Бұл баланың моторикасын дамытады, мелкий моторика тілдің шығуына пайдалы, одан кейін координация жүйесі жүреді. Енді үрмелі аспап ол өкпеге пайдалы. Шарик өткізіп қояды, шаригіңіз ол не латекс емес, не каучук емес, бір химия, ол тиынға келіп жатқан, оның бір 50% зиян болмаса,
пайдасы мол деп айтамын. Ал бұл бәленбай ғасыр қыш құмыра болған туған жеріміздің топырағы, кішкентай ғана дүние, омыртқа майыстырып тастайтындай гитара емес үлкен, мынандай ғана тағып жүретін дүние. Бала мына тақырыпта ауырсынуы мүмкін, елмай оған қонбауы мүмкін. Мына жерде қараңыздар, Baby Shark деп тұрған, үш-ақ қана ойық. Болды. Мынадан кейін балалардың бәрі ойнақ шығып кетеді. Артынша оған деген әндердің барлығы біз видеоролик қылып салып жатырмыз, түсінікті қылып. Тіпті бұл аспаптың осы баяндаған ұсынысымен неше түрлі машина қылып та жасап жатырмыз, маккуин қылып та жасап жатырмыз, мстителиді жасап жатырмыз, тачкиді жасап жатырмыз. Ойналу тәсілі қазақша. Мынау ойыншығы ғана баланы қызықтырады. Артынша бала кәсібиге түскен кезде ол үшін ол қиналатын дүние емес, өйткені әу бастағы постановкасы қойылады, және кез келген адам сізде де ойнап көрсеңіз, ең соңында сұраққа жауап берген кісіге дәл осы сырнай андай қорапшада ішінде бауға тағатын жібі де бар, және мен көрсетіп тұрған сілтеменің кішкентай ғана қарағымен қойып қойдым. Мынау сіздердің бүгінгі тыңдайтын кәсіптеріңіздің несі болсын. Дұрыстап тыңдап отырыңдар. Дұрыстап тыңдап отырыңыздар. Құймақ-лақтық қазақтың тарихын сақтап қалған дүние. Біздің үлкен атақты кітапханамыз жоқ. Құймақ-лақтық дегеніміз атасы баласына құлағын бұрап отырып үйреткен дүние. Бертінде Есенберлиндерге дейін, сол бертіндегі жазған кісілерге жеткенше дейінгі тарихымыздың бәрі құймақ-лақтықпен келген. Сондықтан әр сөздің маңыздылығын білу үшін музыкадан бөлек осы саланы да қатар алып жүрміз. Ары қарай жүрейік. Бұл сыбызғы аспабы. Сыбызғы аспабы жайлы Шоқан Уәлиханов 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында қазақтың даласында екінің бірі сыбызғы ойнаған деген ақпарат сіздердің көтеріп жүрген салаларыңызбен етене байланысты дүние. Неге десеңіздер, мал баққан кісі уақытын сауатты өткізу үшін қурай деген өсімдікті түбінен кесіп алып, күз мезгілінде жинап алады. Әр рудың өзіндік тұтамдық өлшемі бар. Ойықтарын сала отыра мал баққан сәтін тиімді өткізетін болған. Содан жиын, бас қосу, той, астарда келген кезде әр малшы өзінің сыбызғысын алып күй тартқан. Екінің бірі сыбызғы ойнаған деген ол халықтың тең жартысы сыбызғы ойнай алған. Домбырада ондай әңгіме болған жоқ. Яғни мына жерде қазаққа біткен атақты барлық сыбызғышылардың сыбызғысы, сыбызғының атасы Кәлек Құмақайұлының өзінің сыбызғысы, оның ар жағында 2,5 ғасыр болған сыбызғылар осы жерде жинақталған. Мына жерде біздер шеберханада сататын үстіңгі қатардағы сыбызғылар және түркі тілдес халықтардың сыбызғылары мына қапталда жинақталған. Бұл үлкен құнды жәдігер. Сыбызғы аспабы біздің даламызда жоғалып бара жатқан сәт болған. Соңғы сыбызғышы Ысқақ Уәлиев деген кісі соғысқа кеткен кезде сыбызғысын ала кетіп, соғыстан оралған жоқ. Содан Болат Сарбаев деген кісінің еңбегімен бұл аспап жаңғырған. Болат Сарбаевтың есімін көп айтатын боламын. Өйткені ол кісі қазақтың даласында 2-3 аспап қалғанда барлық ауыл-ауылды жинап, Өзбекәлі Жәнібеков бар, барлығы бірігіп жасаған жердегі жұмысы осы кісінің еңбегі. Болат Сарбаевтың ағасы Шора Сарбаев деген ғалым академик, қазақ тілінде шетелден келген кірме сөздердің барлығын, тіпті футболистер жақсы білу керек, өйткені футболдың барлық терминдерін қазақшаландырған үлкен академик ғалым. Сыбызғы аспабының көмеймен ойнау тәсілі Қазақстанда саусақпен санайтын ғана адамды танимын мен. Мен өзім консерваторияның сыбызғы пәнінен бітірдім, бірақ менен де мықты ойнайтын жігіт бар екен, ол Тайтөбенің Ерланы. Ал Қазақтың Ерланы. Қазақтың Ерланы. Бәрекелді. Дошан қоз кімде бар? Так, ре. Добрес ма? Болды, жақсы. Жақсы.
сенің қасында ойнамаймын сыбызға. Алтынның қасында жез сарғаят дей ма? Қараңыздар, ал енді... осында жасап жатыр. Не ма? Кәсіби тұрғыда, жаңа айтып Район. азаматтың ағалары, бауырлары осы аспапты жаңғыртып істеп, алыс жақын шетелде қазақ... Бұл өкінішке орай дүние Қазақстан бойынша неше жыл болды? Соңғы 14-15 Жаһангер аға айтқаннан бері 14-15 жыл болып қалды. Бір-ақ жерде ғана жасады сыбызға, састырнай аспабы. Сіздер білетін, біз ғана жасаймыз. Мен ғана жасаймын. Сыбызға аспабы неше жыл, оған да 14-15 жыл болды. Бір-ақ адам жасайды, оны ағам ғана жасайды менің. Бірақ үйретіп жатырмыз. Көп шәкірттерге үйретеміз. Мінекей балалар да енді қосып үйреніп жатыр. Өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық дейді. Өнер деген нәрсе ол пәк дүние. Үйретуге тырысамыз, бірақ алмайды. Көп кісілер, бірақ сіздер білетін сол састырнай, сыбызғы деген аспаптың әнінен білеміз ғой, састырнай, сыбызғы, састырнай дегендегі сол 2-ақ адам жасап отыр бүкіл Қазақстан бойынша. Айттыңыз ғой, қамыс деп. Иә. Тек қана қамыс па? Қай жерде қамыс? Жаңа сыбызғы тек қана қамыс деген. Жоқ, қурай. Не қурай? Кәдімгі өсімдік қурай. Қурай біздің, мен бала кезімде атам сыбызғы ойнаған кісі көп дейтін, осы таяуда ғана бір шабындықтан бір-ақ қурай кездестіріп қалдым. Қурайдың гүлі бітіп кетті, дәні түсіп кеткен жерден шығу керек қой. Бірақ сол қурай ма екен, анау не өсетін шөп бар емес па ішінде балағатын. Сол емес пе екен деп тіліп қалсам, ол қурай екен. Сонда сол қырлардың бөктерінде аз-аздан ғана бар, біз жақта Ұлытауда бар. Сосын Талдықорғанның тауында бар, және Талғар жақта бар. Сол қурай болғанда, сол қурай балдыр емес па? Міне, қурайдың сізге мына жерден текстурасын көріп тұрмын да, мынау бұл бізде ойналатын кезде мынау сіз ұстаған ақ қурай деп аталады. Ақ қурай ол Еділ Құсайыптың сыбызғысы, мынау андағына берсеңіз ол өгіз қурай. Өгіз қурай. Кәдімгі қурай. Міне үшеуі үш түрлі қурай. Ал енді тағы да бір қурайдың түрі бар, бірақ ол улы болып саналады. Ресейде көп өседі, биік Баршавик бет, бірдеңе Баршевик, иә. Ол енді улы, оны білеміз енді, оған таянуға болмайды. Онда мынау біздің балдыр деп аталады. Егер балдыр десе, мынау жайлауда өседі. Мынау соның әрбір несі, әрбір фазасы. Мынау битеп келеді де, біткен шығатын жерлер бар негізінде. Иә. Сосын басындағы гүлі домалақ бит кетеді. Осы. Балдыр. Бұл балдырдың ең жуаныменен бұғы шақырады. Ең жуанымен. Ондай да бар, иә. Ең жуаныменен бұғы шақырады. Қалғаннан міне біз енді осындайды атам жасап көрсеткен маған. Балдыр екен ол. Қазір жоқ болып тұр. Бұл жоқ болғанда бұл далада жоқ. Иә. Бұл тек қана Алатаудың бөктерінде. Иә. Біз Ұлытаудан таптық сол, анау қара қамыс. Енді иә, тау жері бар ғой, бірақ ол жердікі енді сәл кішілеу болатын шығар диаметрі. Диаметрі ананікі деген енді кәдімгі терек сияқты болып кететіні бар. Бұл қазақ даласында жаңағы қурай деп аталатын, және барлық сол малшылар содан алып жасайтын аспап. Үшқат деген ағаштан жасайтын болған, және қара қамыс дейді, қара қамыс, нар қамыс деп айтатын. Қамыстың жуан түрі, бірақ ол оңтүстік өңірлерде кездескен, Орал жерінде кездескен. Осы табылған жаңағы сыбызғышы кісілердің сыбызғысы сол бойынша бұл қазақтың даласында екінің бір ойнайтын дәреже солай қалған екен. Бертінде жез сыбызғы деп, темір сыбызғы деп қосқандары ол енді материалдың табылуына қарай. Темір қосқан. Бірақ дегенмен де олар да бар. Аққажан аға деген атақты сыбызғышы, және осы Бағдар әкелген жез сыбызғы, екі сыбызғы. Бұл біздің тарихымызда болған дүние, үнін естідіңіздер, жат емес. Бәлкім тірідей бір естіп тұрсаңыздар да, бірақ ана үн біздің үніміз ол. Сондықтан бұл сыбызғы аспабы. Енді сіздерге шаңғуыз аспабын көрсетейік. Кішкентай ғана аспап, дауысы деген дауысты бәрі біледі. Бұл баланың мультфильмі. Дегенмен де бұл аспап өте көне аспаптардың біреуі. Ертеректе біздің даламызда бақсы деген, бақсыны басқа жағынан қарастырайық сіздерге. Бақсы дегенді адам емдеген, алба-жұлба киіммен жүрген, далада жүрген кісі болып көргенімен, дегенмен де ол кісі адам емдеу барысында қолданған аспаптарды қазір біз музыкалық аспаптар ретінде қарастырамыз. Асат аяғы бар, қылқобызы бар. Бертінде классқа дейін кеткен аспап, сол класстан бастап қана бұл классикалық аспап болса, оған дейін бұл бақсының ерекше дыбыстар шығаратын аспабы болған. Мінекей қылқобыз аспабы, ұйықтап отыр қылқобызымыз. Енді шаңғуыз аспабын көрсетейік сіздерге. Шаңғуыз аспабын небір ерекше дыбыстар шығару арқылы әсер ететін болған, емделетін адамына. Және біз сол уақыттың ырғақтары сақталған. Қазір сіздерге сол уақыттың ырғағымен шаңғуыз ойнап көрсетеміз де, 21 ғасырдың музыкасына бір-ақ секіреміз. 21 ғасырдың музыкасы бізде бигбокс болсын. Бұл шығарманың маңыздылығы, бұл аспап бізде көне болған, бұл аспап бізде қазір де бар. Жоқ, мына осы. Кілең екі ре, до. Ерлан сенде? Ал кеттік. Бәрінде ре болса шабамыз онда кеттік. Дайынсыздар ма?
Бәрекелді. Неше жыл серік болған сыбызғым кеше, шаңқобызым кеше сынып қалыпты марапаттауда. Бұйырса орнына жақсы жаңасын аламыз. Бұл қазақтың сендеке ғой менің күшті ойнайтын шаңқобызым, дегенмен де анау мен дұрыс қайрамадым. Бұл әлемде үлкен байқау болған бұл шаңқобыз аспабы бүкіл түркі тілдес халықтарда бар, және басқа Индияға барсаңыз дримба деп шығады. Шотландияға барсаңыз ол әр елде шаңқобыз бар. Сондықтан бұның дамыған жері Сақа елі, Сақа бізбен туыстас ел. Тіпті сөйлескенде орысша сөйлеспесек те ол елмен. Сол Сақа елінде екінің бірі сол шаңқобызды мықты меңгерген, және әртістерінің көбісі әлем әртісі атағын алған. Өйткені шаңқобыз ойнағанда көресіздер. Ойнайды олар керемет. Солар шаңқобыз байқауын ұйымдастырады. Әлем бойынша 406 елден қатысады. Біз қазақтан бізде де бар деп, бізден шаңқобыз ойнату атауы бар. Біз де қатысып қойдық. Содан бас жүлдеге атақты Николай Лугинов деген кісінің темірдің руданы алып, соның ішінен темірді көне түрде балқытып алып, соны соғып отырып жасаған шаңқобызын ұтысқа қойды. Бұл енді музыканттардың арасында өте беделді дүние. Сол кімге бұйырса да Ресейдің жеріндегі бір татар, башқұрттарға бұйырса екен деп мен армандадым. Өйткені маған барып көріп келу ол аспапты, қиын емес. Бірақ ана Канада жаққа кетіп қалмаса екен, сондай бір мықты музыканттарға түсіп қалса мен оны көре алмаймын деп қиялдадым. Содан мен Қазақстан атынан қатыстым да, соның ұтыстың байқауын онлайн жариялады. Сол жерде қарап отырсам, мен алып кеттім. Бәрекелді. Мінекей сол Николай Лугиновтың шаңқобызы. Ана күшті ойнап жүрген шаңқобызым сынып қалды кеше, бірақ осымен бір қайырайын. Ананы өзім риза емеспін оның ойынына. Бір қайырып берейін, бірақ бұл өте әлді шаңқобыз. Бәрекелді. Басты қозғап жүретін аспап негізінде. Бүкіл миымен қосып. Әлі күнге дейін. Бұл сынбаса екен. Бұл ұзаққа жету керек. Әлі халыққа көрсетеміз. Бұл енді шаңқобыз аспап. Әлтаман сұрағанда қайсы аспап? Мысалы шаңқобыздың қазақтың даласында екі түрі бар. Біреуі шаңқобыз деп аталса, бірі шаңғауыз деп аталған. Нұриден қолыңыз жете ме шаңғауызға? Жалғыз нұсқада. Біз бұл аспаптарды ұстауға тырысамыз. Мысалы анау шыңдаулы аспабы Қазақстан бойынша жалғыз-ақ нұсқада сақталған. Тіпті қазір сіздерге бір ерекше аспап көрсетемін. Бұл керней аспабы. Сіздер келген кезде мен кернейлетіп күтіп алдым. Кернейлетіп деген сөз, кернейлетіп, сырнайлатып деген бір думанға келетін секілді. Бұл Алпамыс батыр жырында бар. Керней сырнай тартқызып, беделін жұртқа артқызып, Алпамыс батыр келеді, жауды жайлап жатқызып дегенде, кернейшілер қаз қатар тұра қалған кезде астынан ұлықталып өтетін болған. Бұл өте ерекше әсер, өте ерекше сезім. Сонда батырды ұлықтауда қолданған аспап. Бұл аспаптың кешегі мұрын жыраудың жырында, немесе бертіндегі Тайжан ақынның әнінде дауысым кернейінен кейін емес деп қолданатын сөздері осы керней аспабы. Туыстас Карнай деген өзбек пен ұйғырда бар. Темірден мыстан жасалады. Бұл керней аспабы бізде жоғалып кеткеніне бірден бір себеп бұл әскердің күші. Бұл әскерді сапқа тұрғызылады, және ертеректе Жарқын Шәкәрім атамыздың еңбегі бойынша дауысы бұл аспаптың 4 шақырымға жетеді. Сіздер күтіп алған керней бөлек, мынау бұл аспап бөлек. 4 шақырым сайын 5 керней қоятын болсаңыз, 20 шақырым жердегі ақпаратты 1 минутқа жеткізбей алуға болады, және әскери құпия ретінде бұның дыбыстық белгілері бізге дейін сақталмаған. Оны әр кезде ауыстыра беруге болады. Өйткені жау жаттамау керек. Жаудан мысалы ақтпен шауып жетем десеңіз, ақпарат жеткізуге жаудан да мықты шабандоз, немесе оның жебес жетуі мүмкін. Дыбысты мықты пайдаланған. Тіпті біздің ауылда қарауыл төбелер бар. Ол тауда аяқ қамыр, бас қамыр деп бұл түтін қоятын тәсіл арқылы. Бірақ ол табиғаттың құбылыстарына байланысты жел соғуы мүмкін, түтіні тіркел шықпайтын болса, бұл ақпаратта жетпей қалады. 20 шақырым жерден қамданған деген ол соғыста ең үлкен ақпарат дүние, ол ақпарат ең үлкен күш. Сондықтан бұл аспап бізде ақпарат беруші құрал ретінде, әскер сапқа тұрғызылатын дүние ретінде жоғалып кеткен, өзбек пен ұйғыр халықтарында той томалақта ойнайтын аспап ретінде аман алып қалған. Негізі оларда да сол аспап әскер сапқа тұрғызылатын аспап. Дауысын ақырын ойнап көрсетейін сіздерге. Дабыл қағылсын, жақсылап бар даусына. Былай көтеремін, қорқып кетпеңіздер. Бұл қазақтың кернейі. Ертеректе кернейді ойнайтын арнайы кернейші деген штат болған жоқ. Сондықтан әскерге шыққан ер адамның барлығы керней үрлей білуі тиіс болған.
келіп дабыл соғыңыздар, кернеулеріңіздер, сондай мүмкіншілік сіздерге бүгін бұйырып тұр. Рахмет. Келеңіздер, барлық қонақ үрлейді. Үрлейсіз ба, рас па, таңдап көріңіз, өзіңіз біліңіз. Неше түрлі дыбыс шығып. Қалай үрлеу керек бұны? Ерніңізді бүйтіп сулап аласыз да. Кішкентай бала ұқсап дейсіз, болды, басқа ештеңе жоқ. Болды. Сіз дауыс соғыңыз, дауыс соғыңыз келіңіз. Дауыс соғыңыз. Сіз дұрыстап үрлемесеңіз, қате ақпарат кетіп қалса қиын болады. Енді сіз дауыс соғыңыз да, сіз үрлеңіз. Сізден шығатын сияқты. Жоқ енді, деңіз. Ой, сіз ақпарат берген жүрсіз ғой. Енді мен дизайнер едім деші. Енді көтеріп көріңіз, мен ақырын жіберемін. Не деген салмақ, Енді Алмасбек аға, сіз де көтеріп көрсеңіз болады. Салмағын сезініп көріңіз. Бұны көтеру үшін күш керек қой. Мен жіберемін ақырын. Жоқ, сіз аузыңызға тайынып көресіз жай ғана, мен ақырын жіберіп көремін. Болды, осы ақпарат жіберіп. Жақсы. Дегенмен де шынында да ертеректе бұндай дүние болған, бұны керней деп атайды. Және кеше біз президенттерді күтуге, осыны ұлықтауға қазақтар тұра қалып дайын тұрсақ, әлі күнге дейін стереотип, жаңағындай өзбектікі деп кіргізбей қойды, бірақ ол ояқтағы жігіттер енді кезінде дәл осы саланы оқымаған шығар. Дегенмен де біз бұны кітапқа жазуын жазып та жатыр. Оқып ізденген адам кернейдің қазақтың аспабы екенін тауып алады кез келген жерден. Бірақ кешегі біздің фильмдер, үлкен фильмдер отқанда, көшпенділер болсын, бертіндегі Алмас Қылыш болсын, соның барлығында осы аспаптар көрініс тапқанда, бәлкім солай жетермеді. Өйткені олар кітап оқимай көріністе болған жоқ, болған жоқ. Кешегі Баһадүрде шыққанда мен ішім ашағаны қазақтың дауылпазын ұрып тұр, оларда ормал аспап кеңінен бар өзбекте. Өзбекпен ол түбіміз бір болып тұр ғой, дыбысталу екі түрлі аспаптар. Олар олардікі жағы тойдікіне тойдан бөлек оларда сарайлық өмір болған. Бізде көшпенді өмір болған. Біздің аспаптардың көбісі, мысалға сіздер кіріп келгенде ұрған жорық дабыл, ол екі түрі болатын болған, біреу түйеге артатын және арбаға артатын. Өзбектерде тек кішкентай мынандай том-том дойра аспабы болған. Кешегі олардың кинода пайдаланған дәу дауылпазы ол қазақтікі және ол түйеге артылатын дабыл. Түйеге отырған адам екі жақтан сабалап ұрған кезде әскерді ертеректе солай жинайлатын болған. Ырғақпен немесе дыбыстық белгімен. Сұлтан Бейбарыста бар емес пе сондай бір көрініс? Элементтер бар шығар. Бір элементтер бар сияқты. Сондықтан мына керней қолданылса, тіпті Қытайда бұл аспап жоқ. Қытайлар бірақ басына дракон қойып соғып жатыр, бірақ соның өзі қандай әсерлі. Мына аспапқа түсейік, әр аспаптың қасына бір тарихын қоса отырайын. Бұл ұра аспабы. Ұра аспабы басы сүйекпен, темірмен көмкерілген, және де бұл ұруға арналған. Ұры деген сөзден келеді, ұра деген дегеніміз Жарқын Шәкәріміз зат, бұның сыртына түйенің өңеші қапталады, беріктігі үшін клей ғой, клейден бөлек лагы болсын дейікші. Одан бөлек бұл әскерде жалау ұстаған адаммен қатар жүретін адамның аспабы, өйткені соңғы Бұлан-Түбі шайқасы болған жерде ақпараттарда бар. Бұл ертеректе екі үлкен ру атқанда, әскерге атқанда дыбыстық белгі беру арқылы ағай жүріп кететін болған. Тоқталу, амандасу, сөйлесу деген ол уақыттың елшісінде және ол үлкен расход қой. Сондықтан тіпті Қыз жібек фильмін қарасаңыздар, да-да-дам-дам-дам-дарадам деп 10 жігітпен келсе де дыбыстық белгі беріп отыр ғой. Ол жерде английский рожок пен ярославский рожок тутыгіле саған тек қана, ол өзбек әйел Жәнібеков, Болат Сарбаевтардың еңбектерінің арқасында сол киноны бүгін қайта көрсеңіздер көп идеология салынған. Үміт қой, ана жерде қаншама Жетеген деген қалаға ат беріп, Адырна Шетер деген ансамбльдерге ат беріп, ана кісілер еңбектенді, бірақ бұл аспапты сол дедуктивтік тәсілмен аман алып қалыңдар, болашақта дамиды деген жолмен салынған дүние. Сонда ұра аспабын жеңістің аспабы ретінде көрсетеді. Ұралатып кеткен кезде алдынан келген ауыл қазан көтеріп мал соятын болған, өйткені олар жеңіп келе жатыр. Жеңіліп келе жатыр деген әңгіме, ол туы жығылды деген сөз тіркесі көп қой енді әлі күнге дейін. Сонда түркітес халықтарда, қазақта емес, біраз халықта бар екен бұл. Және орыстардың ура деп айғайлайтын сөзінің этимологиясы осы ұра аспабы деп Жарқын Шәкәрім келтіреді. Өзінің еңбегінде ұра сөзін, ура сөзін өздерінен сұраса, түп тамырында оларда бәрібір ұр деген сөзге келіп тіреліп қалады. Бұл қазақтың аспабы, дауысы мынандай. Кішкентай ғана аспапты, егер түнде Жапан далада көріп жүрсеңіздер, адамның сыбдырының өзі әжептәуір қырасады. Дәл осындай дыбыстық белгі болған екен, және бұл аспаптың аты ұра, әлтаман шығармада қолданамыз. Бұйырса, енді сіздерге өте сирек қызық аспапты көрсетейін. Бұл доңыз қауақ аспабы. Естідіңіздер ме, естіген жоқсыздар ма? Бұл қазақтың даласында, түркітілдес халықтарда қазақта сақталған, және осы таяуда ғана Түркияның бір тайпасының қолданғанын көрдік. Бұл жолбарыстың дауысын салатын аспап. Қазақтың даласында Тұран жолбарысы деген жолбарысы мекен еткенін білесіздер. Бұл кеше президенттердің арасында әңгімеде біздің даламызда мекен етті ме, мекен еткен жоқ па, тигрес, тигр деп
айтып отқан тиктоктағы ол сол тұран жолбарысына байланысты әңгіме. Иә. Болмаса Ресейдің жолбарысын жібере салайық деп айтты ғой сол кезде. Сонда осы әңгіме әттен-ай айтылса, кешегі Алмас Қылыштың киносында ана кино барысындағы келтіреді ғой. Енді жолбарыстың дауысы қандай? Сұрақ қоямын балаларға. Бәрі ыр дейді. Болды, сонымен айтады. Ырдан бөлек мысық тектес жануардың көбісі тірідей зоопарктен көрсеңіздер, жолбарысы да бар, арыстаны бар. Деп кеудеге дыбыс алып ақырып тұрады. Сол мына қазақтың даласында тұран жолбарысы бар жоқ деген әлі талқылап отқан кезде, осы 2016-17 жылдары мен Англияға 2 рет шақыртқан болатын. 1,5 сағат қазақтың даласын түсіріп кеткен фильм бар. Өте қызық. Сапасы деген қазір киноның сапасын түсірген. Және Түрксіб жолын салу барысы Қазақстанға по-моему ол видео әлі келген жоқ. Келген қонағымның бәрінен сұраймын, өзі Англияның өзінде жабық көрсетілім болған. Сол кезде қазақтың даласында бәрі өгіз мініп жүр, бәрі түйеге екі жағына ағаштар салып алып, құмды боранда қалып қойып барып жол салады кәдімгідей. Артынша қазақтың өзің айдайтын жол анау. Дәл сол кезде бір кісілер ер-тоқым алып шығады. Ана түсіп қалсын деп, атасының мұрасы ғой. Бір жігіттер жолбарыс алып шығады ғой. Сол тұран жолбарысы. Сол тұран жолбарысы дегенде мына қазақтың даласында Қызылорда жеңінде бір кісі егін егіп отырады, бір кісі 69 жыл болған оқиға айтып берейін сіздерге. Бір кісі мал бағады, малы егінге түседі, екеуі араздасады. Енді түссе атам, атсаң соттаймын деп отқан кезде, сол жерде отырған әжесі, 69-дағы әжеміз, 69 жылғы әже, ол 8 жылдың аяғындағы әже ғой енді. 69 жылғы әже болған кісі енді 8 жыл көрген адам. Сол айтады, ой балалар-ау, сендер ертеректе әкемдер доңыз қауақ деген аспап жасайды да, тағы артық қалғанда ит та, құс та, аң да, мал да қашады ғой жолбарыстың даусынан. Неге сөйтпейсіңдер дейді. Ой, ол не деген дүние біз білмейміз ғой дейді. Ертеректе ма қауақ деген түсініп тұрсыздар ғой, қауақ не екен, иә? Асқабақтың қуысы ғой. Ішінде ештеңе өспейді, өзі дәні ғана болады. Соны екі жағын кесіп тастайды да, ешкінің шат терісі, ең жұқа жері ғой. Соны алып мынаған қаптайды да, ортасын шоқпен деседі, өйткені жыртылып кетпеу керек. Бір елі қылды, ішінен сыртына қарай шығарып түбін түйеді де, қолын сулап алып, әкемдер ертеректе ауылдан ауыл өткен кезде, қамыс арасынан мал айдаған кезде жолбарыс тартып кетпес үшін үзеңгінің үстінен балтырға байлап алып, үздіксіз ойнап отырады дейді. Соны ақырған дауысын естіген жолбарыс келмейді екен, басқа жолбарыстың территориясы. Ондай да вариант бар бізде. Содан енді сіздер айтуыңыз мүмкінсіздер, бұл музыкалық аспап емес қой деп. Дегенмен де сіздерге бағана бақсының аспабында музыка қылып бердік. Жорға аспабында музыка қылып бердік. Бұны да қосайық. Бұл арқылы біздің тұран жолбарысы деген жолбарысымыздың бір жақ көрінісін көрсетейік, тіпті бар жоғынан бөлек оны үркітетін аспаптың да бар екенін біліп жүрсін деген оймен қазір сіздерге аяқ асты бір импровизациялық шығарма орындап берейік. Бұлай жасайық, сіздермен бірге сюжетін құрайық. Иә? Біз әлі шығарма шығармадық. Бір шығарып жүрген тақырыбымызды бірге ойнайық. Дабыл мен не қағам соны ойнап беріңіз. Бұлай жасайық. Мысалыға қамысы бар жерде су бар. Су бар жерге күннің батқаны да шыққаны да бір жердің шетіндей болып көрінеді ғой. Дәл сондай бір таңның атқанында не бір дыбысты қылғобыз қосса болады. Ерекше дыбыстар қоссаңыз болады. Сыбызғы аспабы суарып жатыр сыбызғысында. О, дәстүр-ай. Сыбызғы аспабы қамыспен туыс қой. Не бір сыбызғының даусын шығарса болады. Соның ең соңында біз ойнаған тақырыпта ең соңында қамыстың ішінде не шығады екен деп тұрғанда жолбарыс атып шығып ақырсын. Соны бірге дайын отырыңдар. Ертеректе қазір консервацияға түсіп қалған музыка жаттанда адай балбырауында ойнай береді ғой. Олай емес. Күй деген біздің ішкі состояниемізді біріккендегісін тыңдап көріңіздер қазір. Таң атырай қалды.
Болады екен, аспап ретінде қолданса да болады екен. Ақырындап үйретіп кетірміз халықтың құлағын, дегенмен де жеке өзін ақыртып көрші қалай шығады екен. Қолын сулап алсам болады әбден. Кім күшті ақыртады екен ол? Бұл жердің ерекшелігі мінекей. Бет түсіп кетті шамалы. Бұл жердің ерекшелігі көбінесе баламен келсеңіздер де болады. Туыс, туған, құда, жекжатпен келсеңіздер де болады. Бұл жердің бір ерекшелігі көп мұражайда сыртынан әйнектің шынының сыртынан көріп кетесіздер ғой. Бұл жерде қай аспапты ұстап көрем десеңіздер де рұқсат, ойнап көрем десеңіздер де рұқсат. Өйткені әсерлі болу үшін, тіпті барлық ішкі жан дүниесіне кіру үшін осы дүниенің осы қажет етіп тұр дәл қазір. Мен сынат бұзылады деп қорықпаймын, бұл сынып қалса дүние есебі бар, қайтып істеп аламыз құрсын оны. Сондықтан бұл доңыз қауақ аспабы. Енді әрірек састырнайдың жасауын. Мен деген уже кешегі марапаттан кейін ұмытып қалдым біраз нәрсені. Так, сазым қайда кетті? Ал, сазы көрсетейін сіздерге. Бұлай болсын. Әдемі бір әннің үстінде, жасай аламыз ба солай балалар? Қолымыздан келе ма? Саз дегеніңіз ешқандай заводтан ештеңеден керек жоқ. Далада жатады негізінде. Дұрыстап өңдесе кәдімгі экологиялық таза дүние. Бірге бастайық. Бір әдемі шығарманың үстінде сіздерге аспап жасап көрсетейін. Жібімді бәрін дайындап алайын, аса көп ештеңе керек емес бұл дүниеге. Ал, жарысып та жатқан жоқпын, асықпай отырып көрсетейін. Ал, бастадық. Мінекей. Мынау кәдімгі сазымыз біздің. Көрдіңіздер ғой? Дым. Мінекей. Осы сазды қалыпқа салу арқылы састырнай салады. Мысалыға, қазір кішкентай балалардың кендір сюрпризін білесіздер ғой, Сол кендір сюрпризінде бүйтіп қосылған жерін көресіздер. Ішінің қуыстығы сол мінекей бармақты салу арқылы, және біз келген балалардың ішінен кішкентай балаларды алып шығып, солардың өздеріне істетеміз. Өйткені ерекше есте қалады. Негізі шынында да сіздерге де есте қалатындай болып жатқан әсер болып жатқан шығар, бірақ кішкентай балада мынадай сарғайған зданиеге келіп тұрып көрген деген ол өмір бақи ұмытпайды. Менің сондай өзімнің ойым бар, өйткені мен бала кезімде барған жерлер әлі күнге дейін бір пәк болып, таза болып, сондай көрініп тұрады сол бала кезінде барған жерлерім. Мінекей, ешқандай да қиын емес. Мінекей, болды. Саздың желімі кәдімгі су болса болды. Бір әуен біткенше 40 секундтың маңайы болады. Қазақ елінде плюс бір састырнай болсын. Көз алдарыңызда тұр аспап, Енді бұл аспапты грипстан шығаруға бір 2-3 минут уақыт керек. Ол уақыттың өзін әдемі өткізейік. Домбыра аспабын сіздерге бір таныстырайық. Бұл домбыраны сіздер домбыра деп білесіздер. Бұл еврейдің жасаған үлгісі. Романенко, Эммануэль Борис және қазақтан Қамар Қасымов деген кісінің бірігуімен жасалған тұрақты бір үлгі. Бұл дүние бізге бір жағынан оркестр ансамбльдерді дамытуға, сондай елден қатардан қалмауға көмектескен болса, бір жағынан күйшілікті алып тастаған осы аспап. Солай біліңіздер. Өйткені алып тастаған. Өйткені күйшілік деген нәрсе әр өңірде ең бірінші шыққан нәрсе. Мысалы, күйшілік өңірге бөлінеді. Қаратау, Арқа, Жетісу, Алтай, Тарбағатай, бұл шертпе күйшілік мектебі болса, Батыс Қазақстан, Маңғыстау деген секілді. Сол жерлерде ең бірінші аспап туындаған жоқ. Ең бірінші бұл әуен музыкасына саласына келген кезде жоқтау мен бесік жыры өзінен өзі тұранып тұратын нәрселер. Өмірде адам дүниеге де келеді, оны уату керек, адам дүниеден өтеді. Сонда әр өңірдің өзіндік ыңғылдап салған музыкасы бар. Мақамы дейміз. Сол мақам домбыраға қазақтың даласымен домбыра аспабы сияқты тексеріс аспаптар жүріп өткен кезде, пернесін таққан кезде дәл осы ұқсап, стройын сойылға келтіріп, деп ешкім тексерген жоқ. Сол өңірдің әуені ойналатындай қылып пернес тағылады. Сол пернелер бір-біріне ұқсамайды. Әр өңірдегі сол үшін бір тыңдағанда сіз Қаратау дейсіз, мынау Жетісу дейсіз. Жақсы музыканттар жақсы біледі оны. Сөйтеді де әр өңір өзінің ішкі жан дүниесін, күй дегеніміз шығарма емес, күй деген состояние. Состояниеңізді аспап арқылы тыңдарман, қиналыпсың ғой, қуаныпсың ғой деп түсінетіндей жағдай болса, осы күйшіліктің өміршеңдігі тұғын негізінде. Суретші кісі егер қайталап Мона Лизаның суретін сала беретін болса, ол суретші ма? Оның қасында аппарат бар ғой, ксерокопия деген оның қасында, или принтер деген аппарат бар. Ал өздігінен принтер шығармайды ешқашанда қияли дүниені. Бертіндегі не шығып кетті сенің?
искусственный интеллектін шығып кетті дегенмен де сондай дүние болады да артынша барлық мектепке қосылған кезде бірдей ойнау үшін бұл Романенко деген кісі бізге дейін қалмақтың жерін көптеген түркітас халықтардың барлығын өтіп кеткен. Бізден өтіп кетіп өзбектерге кетіп қалған кезде сіздердің өзбектердің бүйтіп мақамдарын естімейтін бе едіңіздер бәлкім. Өйткені барлығын 19 пернеге түсіріп тастайды. Ол содан мына аспап шығады. Мына аспаптан барлығы бірдей ойнайды және консервацияға бағыттала бастайды. Күйдің бәрін сақтау керек, жинау керек. Бұл орыстан жоғалып кетпес үшін болған дүние. Консервация қосалқы жүру керек та, адам ішкі жан дүниесін түсіру, күйшілік главный болу керек. Қазір консервация ең главный. Жарыстарға барсаңыздар 3 пен аласың, 4 пен аласың, 2 жоғары 1 төмен деп қуып отырады, ол дұрыс емес. Күй әркімнің әрқалай бір күйдің мақамын біліңіз және өзіңіздің күйіңізді салыңыз, сол күйшілік деген нәрсе. Сондықтан сол дүние құриды да консервация ең главный болады да, ана мүлдем жоқ болып кетеді. Оны құртқан осы 19 перне, өйткені әр өңірдікінің бәрі бірге өпті, бір өп кетті. Осы кезде мықты күйшілер амалын тапқан тұлғалық мектептер аша бастайды. Нұршат Тендеев өз алдына тұлға, Қаршыға Ахмедияров тұлғалық мектеп. Бірақ Қаршығаның туып өскен жері батыс, Нұршат туып өскен жері өзінің ауылы. Дәл сол секілді сол кезде тұлғалық болады да, енді қазіргі балалар мектепті де ұстанамай тұр, тұлғалықты да қайталанамай тұр, және күйшілікті қазір тыңдату үшін электродомбыра істеу керек деп бет алып жоқ қуып отыр. Ол күйшіліктің біз осы жерде үлкен тақырыптарын өткіземіз. Тағы бір баламыз бар тұғын, сол екеуі күй тартысады. Екеуі екі мектептің пернесін домбырасын алып келеді. Сол кезде мынада жоқ перне, мынада бар. Мына ойнаған күйін ойнайды да, ана алып кету керек, жаңадан шығарған күйін. Соны халық, аға сіздер айттыңыздар сол кезде бірден. Мысалы мен ойнап кетемін да, тоқтап қалғанда анау соны алып кете салса, сіз айтасыздар, ай бәрекелді, анау қалай сол қағысты қайталап берді деп айтады. Сол кезде сіздер бізге үшін болсасыздар және сіздерде шамалы бір ескіріп пайда болады. Сөйтеді да, мен бір күйімді толық ойнап тастаймын да, ал қайталаш деймін. Соны қайталап берсе, сіздер де білесіздер ғой, оның қайталай алғанын или қайталай алмағанын. Сондай тартыстар болған. Қазір тартыс ол адайды мынау бастаса мынау бітіреді, мынау бастаса анау бастайды. Оның сағасы қай жер екенін бәрін жатқа білеміз ғой біз оны. Шап деп айта саламыз. Атак бірінші тыңдаған адамға қызық және шамалы техникасы мықты адамды тыңдаған қызық. Ал ішкі жан дүниесінде екі адамның біліктілігін салыстыратын деңгей болған ертеректе. Иә, аудитория содан 1000 күй деп мақтанамыз, бірақ бізде миллион күй болуы мүмкін. Бұл 1000 күй ең халық арасында күшті таралып кеткен күй. Бұл Құймақ Уақыттың көкесі. Екеуміздің күй тартысымыз 20 күй болатын болса, соның ішінде ең атақты 2 күй халық арасында таралып кететін болған. Халықтың ішінде соны Біржан фильм білесіздер, Біржан Сал фильмінде бір өлең айтса ертең аулап жүретін деген секілді. Дәл сол секілді дүние болатын болған. Сол кезде екі күйші екі өңірлік болатын болған кезде, мынаның пернесі артығырақ, мынаның пернесі кем болған кезде халық анда отыратын болған. Теріс қарайтын болғанда ананың күйі біткенше дейін қашаған перне тағып алған кезде халық шулайды екен ертеректе. Ай қап, ана тауып алды, қараш, ананың андай айласын тауып алды дегенде, анау айла алу үшін тіпті мынандай бар. Тәттімбеттің күй тартысында қыз баламен күй тартысады да, екеуінің күй тартысы түні бойы жалғасады да, болмағанда Тәттімбет бәшеймен алып шығып кетеді ғой. Сонда қыз бала анау қазақтың даналығы ол аяғын көрсетуге болмайды, содан жеңіліп барып жеңілмесе берілетін түрі жоқ екен. Осындай азарты бар дүние өміршең болады да, енді осы адайды электронный қылайық немесе эстрадный қылайық деген далбас әңгіме. Ол ертіп алып кетірміз, базар жоқ. Ой бар. Бүкіл кайф тұрды дейсіздер ғой. Дегенмен де. Енді қараңыздар, мына аспапқа біз құлағымыз монтаждан алсақ болады. Так, мына бір көне аспап қалайық. Ақтөбе өңірінің аспабы. Мына жерде 2 ғасырлық аспап болған. Мына бір домбыраның дауысы бізге стереотип неше жыл, 70-80 жыл жилканы тыңдап кетсіздер. Тыңдап көріңізші. Енді мынау малдың шегі. Малдың шегі деген біз өзіміз өндіреміз. Бірақ мынау жаңа техника қойдық қазір. деген көне өңір әргеден кемит мынау Ақтөбенің Мұғалжар жағының Қарасай қалалы Қырымның 40 батырын жырлаған ана домбыраға 1802 жылы жасалынған әр өңірдің домбырасы және оркестрде мына домбыраны қолданған құба-құп. Бірақ қазіргі таңда мысалы Абдухамид ағаларымыз бар, Қазанғаптың мектебінің өкілі деген секілді әр өңірдің мекені солар малдың шеге тағылған және сол өңірдің пішініндегі аспап ойнайтын болса, сол сауаттырақ және күй тартысы жаңағы біз айтқан форматта өткізетін болса, мықты кеш екенін көрейік. Алдына базар екеуі тартысқанда өте қызық болды, өте қызық болды. Мен өзім Нұриден екеуміз бір ауылдың баласымыз ғой. Ол Нұриденге іштей қызығып отырмын. Бұл не бір әрекеттер алып шығам екен деп, сондай дамитын болған ғой.
енді бертінде жоғалып барып консервацияға түсіп қалды. Дегенмен де болашақта бұны да фильмде жаңағы идеология ретінде көрсететін болса, халық бұл сонысымен қызық екен ғой деп әйтпесе көңіл тоқын ойнаш, еркесілік ойнашпен бітіп жатыр. Оған домбыра күн деп статус беріп қойдық негізінде. Сондықтан бұл үлкен ауыз дүние. Күйшіліктің соңғы бір мықты өкілі, тұлғалық мектеп, домбырасын ала салып небір күйлер ойнай салатын Нұрғиса Тендиев деген атамыз дүниеден өткен. Аққу деген күйді ойнап, ана кино барысында жабай аққулар кемей қолдан үйретілген аққулар ипа-типа болып билемей жатқан сәтте домбырасын алып аққу ойнағанда ол аңыз бертіндегі оқиға ғой енді 60-шы жылдар отқан. Сол кісі пойызда кеткен кезде орыстың баласы Миша деген баласы жылап, берекетті алып, ешкімге бағынбай, әке шешесін тыңдамай, сол бүйтіп қолын созып әкеліңдерші домбырамды деп алып, ана баланы уатқан екен. Күйшіліктің мектебінде шек жоқ, қандай техника қолданса да өзі біледі, бірақ баланы қаратып алу үшін осы бір күй шығарып, халық арасында бала Мишка таңып кеткен. Қабыл алыңыздар. Haydi. Mұрнан шет жүрген шығар балаң, Haydi. Миша деген бала қорылдап билік кетті ма деп ойлап отырсам. Кім білді не енді ол көрдіңіз бе, күйшілік деген нәрсе арнайы бір мектепке бағынса ол өңірлік, бірақ тұлғалық мектепте шек жоқ. Кім қалай күй аспабын құбылталады, солай құбылтып таң қалдырып жатса жарасымды. Осылай дүние болған екен. Енді сіздерге қай дабыл күшті екен беріңдерші, қай дабыл күшті сөйлейді, сол дабылды. Осы ма? Қазір екіншісін көрейік. Терлер ғой бәрі сумен, бабымен ұстап отырады. Ал енді рухты ел деген туындым консерваторияда студент бала кезде шығарған шығармам болатын. Рух деген нәрсе, біреу рух деп айтпа, бірдеңе деп атады, бірақ дегенмен де кеше спортсмендер келген, солар айтады. Біз қанша бабымызда тұрсақ та, денсаулығымыз кәдімгідей бұлшықетіміз бәрі бабында тұрғанмен де рух шешіп кететін кездері болады дейді. Сондықтан елдің рухы берік болсын, мықты болсын деген оймен шығарған шығармам болатын бұл. Күйшіліктің қазіргі көрінісі жастарға қалай тыңдатсақ болады, күй деген дүниені деген оймен шығарған болатынбыз. Рухты ел шығармасы. Қабыл алыңыздар.
Балбалтас деген дүние білесіздер ма? Сынтас, сыңтас, балбалтас. Біздің мен туып өскен Ұлытауда балбалтас өте көп. Тіркелген, тіркелмеген, тіпті мал бағып жүріп шылбыр лақтырып қойып жата беретін балбалтастар бар. Мен бала кезімде атамнан көп сұрайтынмын, бұл балбалтас не нәрсе? Ана қойшылардың істеп кеткен обасының бәрін балбалтас деп ойлап жүрмін ғой. Бүгін сіздің тақырыпқа бірыңғай. Соны сұрайды, атам айтады ғой, енді ертеге қайтты ма, түсінікті болсын деп айтты ма, ана қолында қару болса, ертеректе ата бабамыз қалдырып кеткен екінің бірі мал бақпайды ол жерге, иесі бар ол жердің. Қолында біткен тостағаны болса, беті жабық құдық су болуы мүмкін. Тостап қарасаң, жаңа бақа шайын түсіп кетпесін деп жабылып қойған су енді жапан далада табылмай қалуы мүмкін ғой. Сондай бір белгі шығар деп айтатын. Содан мен қызығаттым. Бұл бүкіл Қазақстаннан бөлек басқа елдерде бар ма дегенмен де біздің Ұлытаудағы өте көп екен. Сондай бір брендтік сувенир жасайын, састырнай, бірақ балбалтас болсын, қолында пышағымен, қаруымен емес, аспаптармен болсын, мынау ата бабамыз болса, мынау бізге қалдырған мұрасы болсын деп әртүрлі аспаптар жасап шығарған болатынмын. Қолымда қазір домбыра ұмытпасам, қазір ашып көрсетемін сіздерге. Ішінен балбалтас шығады, бірақ қолында домбырасы болады. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Жаңа ғана салған сазымыз біздің. 1, 2, 3. Мынау жаңағы көз алдарыңызда жасаған мобилорқа көмектесшірейін. Сазымыз. Даламызда тонналап шашылып жатыр. Бүгін Фейсбуктан соны айтып отсаға, көп қараңыздар, қаншама саз. Шынында да бұл сазды сонда мен Қырғызстаннан кәдімгі килограммы 10-нан қымбат алдым. Сөйтсем өзіміздің даламызда бар екен, бірақ өндіретін ешкім жоқ болғаннан кейін білмейді екенмін негізінде. Қазір енді өзіміз өндіріп аламыз. Үйдің қасына бір газель түсіріп алғанбыз, енді бірақ ол шал болған шетет шығармаған енді. Мінекей. Бұл жай ғана битіп қойған сувенирден бөлек біздің ұлттық аспап болып шыға келеді. Қалай ойлайсыздар? Дауыс шыға ма, шықпай ма? Бірге тамашалайық онда. 1, 2 және 3. Болды. Мынаған қазір ойықтарды салып жүреміз, 2 ойығын. Содан бұл сайрап шыға келеді. 1 ойық, 2 ойық. Қай шығарманы орындайын? Елімбайды орындап берейін. Шығып жатса. 3 ойық. Деп аталады. Мінекей састырнаймыз. Дайын болды. Енді сұрақ қоя. Үлкен шенді кісілердің таласып, ұрсып қалғанын да көрдік. Кішкентай балалардың ренжісіп қалғанын да көрдік. Сіздер бір командасыздар ғой, бір офистен. Ой, сіздер үшін біз шынында да сондай программа дайындап қойдық. Демалыс болсыншы. Бүгінгі рухтанып біз сіздерді қолдаймыз, өмір қарап отырамыз. Бір адамның ғана жұмысы емес, қасында қаншама қолдайтын кісілер бар екенін іштей біліп отырамыз ғой енді. Сондықтан келмей қалған, қалып қойып жайт деп қалып қойған әріптестеріңізге аз екенге сәлем айтыңыздар. Тезкама сәлем айтыңыздар. Сұрақ. Кеттік па? Ажыратуға неге дайын отырмдар деп. Қазақтың даласында аспаптар жоғалып бара жатқан кезде қай ғалым жаңғыртқан? Кім? Болат Сарбаев. Мобилов жігіттеріңіз алды, келіңіз. Бірге кісіге беріңіз енді. Мінекей. Кім тыңдаса да қимағылақтықпен мықты тыңдап отыр екен. Ішінде бауы бар, жебі бар. Бұның салмағы, не сіз ойнау керексіз, не ойнайын деп ынталанған кісіге беру керексіз. Бұл сувенир болып қалмау керек. Біздің бүгінгі міндетіміз. Осы, ол тегін дүние болғанмен салмағы дәл сондай. Сондықтан жақсы демалыс болды деп ойлаймын. Бәрекелді. Естелікке суретке түсейік. Bir ауыз сөз айтам десеңіздер. Давайте. Шабыттандыратын балалардың. Ал, бүгін өзі біз бағана осы жаққа жиналып, бүгін емес, кешеден хабарластық қой деймін, жиналамыз жатқанда бағана өзімізше бір қалжыңдап, рухани жаңғыру деп жағы бір-екі қаланың балалары бар ортамызда сөйтіп келгенбіз. Енді шынымен де мынау ана рухани жаңғыру бағдарламасын жазған әріптестер ренжімесін, рухани жаңғыру мына жерде жатыр. Анау түп тамыры, сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Тем более жас буын екен. Сондықтан енді жігіттер өнерлеріңіз одан арғарай дамысын, арғарай адамның ішіндегі шабыты, творчестволық табыс тілеймін. Мынандай кішкентай бір қуыстан бүкіл әлем ашылатындай деңгейге жетіп, содан арғарай біздің еліміздің, ұлтымыздың,
біздің осы бабаларымыздың осы салт дәстүрін насихаттап, дәріптеп, үстіп жүре беріңіз. Ал мына беріп атқан қазіргі энергияларыңыз, ол мың еселеп қайтады. Бірде-бір энергия бостан босқа кетпейді. Азеке, өзіңізбен таныстығаны неде, жезқазғанда, ойпырмай рухымның оянып кеткен, ана жерде мен жиналысым өзі жайына қалып, бұл кісілерге рахмет деп жүгіріп жүрмін. Енді мына жерде. Бірақ мен ойлаймын, уақыты келеді, бүкіл энергияларыңыз, бүкіл жігерлеріңіз барлығы босқа емес. Оны ел де бағалайды, жұрт та бағалайды, жаратушымыз да бағалайды. Сондықтан сәл шыдам керек, сәл әлде еңбектену керек. Енді бұл одан кейін тарихта қалатын дүние. Ол артық айтты демеңіздер, шынымен де тарихи дүние. Кейін осыны өздеріңіз уже үлкейіп, уже ақсақал болып, бізден де үлкен болғанда, бір сол жаңағы бір езбешке сияқылды бір қуыстан бастап едік деп. Бұның өзі де шүкір, бұның өзі де жақсы. Сондықтан, бірақ бұл төрде, Астананың төрінде, елдің төрінде, түркі ұлттар елінің төрінде жүретін дүниелер жасап жатсыздар. Сондықтан мен қуанышпен білмеймін енді. Біздің шүлдірліктер қалай. Шынымен де рухани жаңғырып жатырмыз. Онда бір суретке түсейік. Рахмет, Алла разы болсын. Мына жаққа сіздер отыра қаласыздар, ұнатқан аспаптарыңызды. Бірі аға түсіндіреді эстафета жағын. Мен кім келу керек деп ойлаймын бұл жерге. Өзіңіз бірінші әсеріңізбенен бір ауыз видео. Енді әсеріміз керемет. Шынымен де бір көргеннен адамның бойындағы рухын оятып, анау қанымыздың ішінде ұйықтап жатқан бір атомдарды оятып, бір қанымыз көтеріліп, басымызға шауып, бір денені тітір кетіп, былай жақсы жағынанша, сондай бір рух берді. Одан кейін жағы туындыларыңыз керемет. Әрбір мен өзім қаншалықты осы қазақи салт, дәстүр, сіздерге айтсам ұялам, менің 3 класстық образованием бар, домбыра классынан, бірақ кәсіби. Бірақ сонда да біз енді сол кезде естімеген ақпаратты өздеріңізден алып жатырмыз да. Керемет, өте жақсы. Бұл жерге менің ойымша келу керек әрбір қазақ. Әрбір қазақ келу керек, әрбір азаматтың алатыны бар. Одан кейін келгенде тек келмеу керек. Баласын ала келу керек. Ол 200%. Мына жерге балаңызды алып келсеңіз, мүлде сіз басқа деңгейге балаңыздың сана сезімін көтересіз. Одан кейін бұл жерге келу керек. Шынымен енді ренжімесін, мына біздің түп тамырымыздан, тілімізден алыстап кеткендер. Оларды да алып келу керек. Өйткені оларға жағы осы әсерменен, осы музыкамен, әуенменен олардың оятуымыз керек те. Мен ойлаймын, мына жерге келеді де оянады. Енді келу керек, ел басындағы азаматтар, әрине ол балаларға мынаның барлығын балаларға мектептерге көрсетуге, онда білім министрі келу керек. Қосымша бұны ары қарай жандандыру керек, бұл тек қана энтузиазм емес қой, онда бұл ғылым, бұл этно ғылым. Бұны ары қарай дамыту үшін міндетті түрде жағы ғылым министрі келу керек. Ал енді осының барлығын елге көрсетіп насихаттау үшін ол жағы бірінші жағдайда кім Саясат Нұрбек болса, екінші айда елге ортаға, одан кейін жаңа сіз айтатын біздің бүгінгі күнде заманауи фильмдарға түсу, басқа жерге түсу үшін онда мәдениет министрлігі келу керек, ақпараттандыру министрлігі келу керек. Мынаның барлығын көрсету керек, насихаттау керек. Сондықтан ел басқарған азаматтардың бәрі осы жерге келу керек деп ойлаймын мен өзім. Жоқ, ауыр емес, ол сендердің деңгейлерің, сіздердің деңгейлеріңіз жетіп тұр. Енді аға таныстырып, мына бір залдымен. Бұл жерде бұл енді азаматтың тағы да бір жасаған үлкен жұмысы, бұл Қазақстандағы ең үлкен дауылпаздардың бірі. Бұны біз Франция президенті бізге Эммануэль Макрон келген кезде өткенде сол екі президенттің несінде осыны жасағанбыз. Осы ағаштың бәрі сол кезде жасалып, содан кейін бізде қалды. Жақын тұр, бұл енді дауылпаз деген дүние, әскерді дабыл, әскерді сапқа тұрғызған, рухтандыратын дүние бұл. Жақын тұрасыз да? Бай тұрасыз да, ақырын соқып көріңіз, сосын ағарай өзіңіз негізі тау боласыз. Қатты соқсаңыз да болады. Не деген, сарқылмас энергия ғой, Энергияңыз.
Керемет. Ал соғып көріңіз. Қаттырақ біледі. Дүңк еткізіңіз қаттырақ. Алып класс соққайын алып. Мә. Пай, ой, керемет. Малдың терісін естіп. Керемет, а? Бұл сиырды тірі кезінде де білетіміз. Қонақтар көріңіз. Жақсы ет деп па? Жаңағы позицияменен қаттырақ бір соғас болды. Қуақтан кіріп бойдалар болып отыр мына жерде. Шеге бар ма екен? Шашың бұлай болып кетті.